Бүгінгі видеода біз 6742 санын 23 санына көбейтеміз. Ең алдымен видеоны паузаға қойып, өзіңіз шығарып көріңіз. Ал енді бұл есепті бірге шығарайық. Қарапайым тәсіл бойынша, яғни баған түрінде жазатын болсақ, көп таңбалы үлкен сан 6742-ні бірінші жазып аламыз. Ал одан кейін 23 санын рет-ретпен бірліктің асына бірлікті, яғни 3 бірлікті 2 бірліктің асына, ондықтың асына ондықты, яғни 4 ондықтың асына 23 санның 2 ондығын тіркейміз де көбейту белгісін саламыз. Ал енді бұл көп таңбалы сандарды көбейту үшін 6742 санның әрбір разрядын алдымен 3 санына, кейін 2 санына көбейтіп қосамыз. Алдымен 3 санынан бастасақ. 2 бірлікті 3 санына көбейтсек, бұны сары түспен алайық. 2 бірлікті 3 санына көбейтсек, бізде 6 бірлік шығады. 4 ондықты 3 санына көбейтсек, 12 ондық шығады. Ол дегеніміз бізде 2 ондық және 10 ондық, ол дегеніміз 10 ондық дегеніміз бізде 1 жүздік. Бұл 7 жүздіктің үстіне жазылады. Келесі 7 жүздікті 3-ке көбейтсек, бізде 21 жүздік. Ойдағы 1 жүздікті қоссақ, бізде 22 жүздік. Ол дегеніміз 2 жүздігі жазылады да, ал 20 жүздік, осы жердегі 20 жүздік деген бұл 2 мыңдық. Сол себепті 2 санын біз 6 мыңдықтың үстіне жазамыз. Енді 6 мыңдықты біз 3 санына көбейткенде 18 мыңдық шығады, және ойдағы 2 мыңдықты қоссақ, бізде 20 мыңдық шығады. Демек, жауап 20226 саны. Енді осы санның астына 6742-ні 2 санына көбейтудегі шыққан мәнін жазайық. Алдымен 2 бірлікті 2 ондыққа көбейтсек, 4 ондық шығады. Демек, біз осы санды ондықтың қатарына тіркеп жазамыз. Ал бірліктің орнына жай ғана 0 санын жазып қоямыз. Енді 4 ондықты 2 ондыққа көбейткен кезде бізде 80 ондық шығады. Ол дегеніміз 800 саны. Сол себепті 8 санын біз жүздіктер қатарына жазамыз. Ал енді 7 санын 2-ге көбейтсек 14, ол дегеніміз 4 санын жазамыз, және ойға 1 санын сақтап қоямыз. Яғни 6-ның үстіне біз 1 санын ойға сақтаймыз. Артық сандарды сіздерге шатастырмау үшін біз сызып тастадық. Бізде яғни енді 6 санын 2-ге көбейткенде 12 саны шығады, және ойдағы 1 санын қоссақ 13 саны шығады. Сол кезде бізде жауап 13-ті бұл жерге тіркейтін болсақ, яғни 3 және 1. 134.840 шығып тұр. Немесе, былайша айтқанда 13484, соңына 1 нөлді тіркелдік. Барлық санды қоссақ, 6 бірлікке, бұл жерде ақ түспен қосуды алайық. 6 бірлікке 0 бірлікті қосқанда 6 бірлік шығады. 2 ондыққа 4 ондықты қоссақ 6 ондық шығады. Және 2 жүздікті 8 жүздікке қосқанда 10 жүздік шығады. 0-ін жазып, 1 санын мыңдықтар қатарына 4-ке қосамыз. Мыңдықтар қатарында 4-ке қоссақ, бізде 1 қосылған 4 мыңдық, бұл жерде бізде 5 мыңдық болады. 2-ге біз 3-ті қоссақ 5 шығады, және де ең алдында тұрған 1-ді жазып қоямыз. Сол кезде жауап бізде 155.066-ға тең. Яғни 6742 санын 23 санына көбейткенде жауап 155.066-ға тең.